елімізде енді өздеріңіз көріп отырсыздар, жығылғанға жұдырық дегендей мынау оңтүстік өңірінде Мақтаарал аймағында су тасқыны болып, әртүрлі адамдардың өзінің жұмысына деген салғырттығы себепті мекен, немесе көктем кезіндегі бір күтпеген жағдайлардың орын алуы мекен, әлі заңды орындар тексеріп, зерттеп жатыр, нүктесі қойылатын шығар. Бірақ түпкі себебі әрине Алла тағаланың сынағы, түпкі себебі адамдарға келген қандай да бір Алладан тәрбие. Сондықтан оңтүстік өңіріндегі ағайындарымызға, туыстарымызға Алла сабыр берсін. Осы сынақтардан жақсы өтуін Алладан тілейміз. Себебі әрбір адамның басына қиыншылық келсе, еш уақытта табалауға жол жоқ. Ой, өздеріне сол керек, обал жоқ, немесе осы бәлен түген деп артық сөз айтуға болмайды. Өйткені біреуге күліп отырған адам ертең жылап отыруы мүмкін. Сүрінгенге күлген адам ертең құлап отыруы мүмкін. Ел басына келген нәубет ол халықтың басына келді. Ол оңтүстікке келсе, оның әсері солтүстікке тиеді. Солтүстікке бір ауыртпашылық келсе, оның қиындығы батысқа әсер етіп жатады. Сондықтан қаймана қазақпыз. Оның үстіне мұсылман адам бір дене секілді. Дене, мәселен, түнде егер сіздің қолыңыз ауыратын болса, көзіңізге жас келеді. Ал көзіңіз қышитын болса, оны қолыңыз барып уқалайды. Сол секілді адамдар біріне бірі жәрдемші, біріне бірі жанашыр болатын уақыт. Енді бұдан да жаман күнімде тойға барғам деп қазақ бекер айтпайды. Бұдан да қиын кездерден өткен елміз. Бұдан да ел болып, жұрт болып, мемлекет болып өтетін шығармыз. Алла сабыр берсін. Мінекей жайлап карантин кезеңі де жұмсарып келе жатыр. Елдегі аурулардың саны да азаюға бет алған секілді, жазылып шыққандардың да саны көбейіп жатыр. Алла амандық берсе, бұл күндерден де шығып, бір жаздың жарқыраған күндерінде бір-бірімізбен емен жарқын араласатын күнге жетеміз деп ойлаймын.